Баршаға тағы да қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш алтындар. Бұл нұсқа талдауды кім қай уақытта көріп жатыр? Соған байланысты ыңғайлап алайық. Ал бүгін біз өздеріңмен бірге әдебиеттің ақылы нұсқаларының екінші нұсқасын талдап шығатын боламыз. Мен әдеттегідей интенсивті түрде сендермен бірге жақсылап сұрақтардың барлығына жауап беремін. Ал сендер барлығын жазып, жаттап, ойларыңа сақтап, миларыңа хаттап, ұбыт тапсырғанда жоғары бал алып, осы еңбектеріңді ақтап алыңдар деген келеді. Олай болса, мына нұсқаны қазір мен ашып отырмын. Бірінші сұрағын өзімде бірден жауап беруге дайын отырмын. Себебі бұрыннан келіп жүрген сұрақтардың бірі. Қазір біз оған толыққанды жауап береміз, ал кеттік ендеше. Тахауи Ахтановтың күй аңыз әңгімесіндегі Оразымбетке тән сипат. Күрең атты жасы елуді алқындырған әдемі дөңгелек қара сақалы бұл естеместің сипаты. Биік дөңес мұрынды, кішілеу қоңыр өткір көзді адам бұл естеместің сипаты. Кішілеу өткір қоңыр көзі биік қабағының астында терең ұялаған қағылез кісі тағы да естеместің сипаты. Ал астында жалын өрген қылаң бесті, үстінде өңірінде зер ұстаған мақпал қамзол деген осы біздің Оразымбеттің сипаты болады оқушылар. Ал енді арға жалғастырайық. Келесі нұсқа. Қыз жібек жырында келесі сұрақ. Төлегенге жібекті алғаш таныстырған ол Қаршыға, білесіңдер, иә? Алты шекті ішінде Сырлыбай датқа уәзірі Қаршыға жыршы мен дейді. Базарбайдың баласы Төлеген мырза сен дейді. Сырлыбайдың кенжесі кереметім көр дейді деп жібекті таныстырады. Ал енді Сансызбай мен Шеге екеуі бірге кейін Төлегенді іздеп келеді. Жас келесі сұрақ. Абайдың бірінші қара сөзінің негізгі түйіні. Өмірден түйген ақ қағазға жазып қалдыру арқылы өзінің игілігіне жаратуына себепші болу, өзгенің осы жасқа келгенде ел баға алмайтынын түсініп негізгі себептерін ашып көру, мал бағудың бейнетін айтып, қартайғанда адамға мал бағудың қиындығын айту, бала бағу адам баласына тыныштық бермейтін айтып, қартайғанда ермек қыла алмайтынын жеткізу. Енді оқушылар мына ВСД дегендегі мына ел бағу, мал бағу, бала бағу деген ол жерде айтылған, бірақ А варианты бізде дұрыс болады, түйіні, иә? Ол жерде ел бағудан, мал бағудан, бала бағудан, дін бағудан, ғылым бағудан бас тартады. Сөйтіп мен осы өмірімде түйген ойларымның барлығын ақ қағазға жазып қалдыра берейін деген түйін шығарады. Жақсы, кеттік ары қарай жалғастырайық. Төртінші сұрақ. Төле би айттырмай біліп құпия жұмбақ сырымды шешіп, өсетінді жұртқа жайып жүретін балам бол деп, оған ұрт, көз, тіл таңдай береді оқушылар. Құлақпен таңдай береді, тіл бермейді, шатаспайық. Көз бен ұрт бермейді. Жақсы, бұл бізде ердің бақта ел туындысы, бұлардың барлығын сендермен бірге курста талдаған болатынбыз. Жас келесі. Бұлта кеткен 9-шы құлынның алтын құйрығы қолында қалған ертегі кейіпкері бұл Кенжебай. Керқуатты Кенжебай ертегісінде қара бие 9-шы рет құлындайды. Сол кезде Кенжебай күзетеді. Бұлттың ішінде самұрық құс қой, енді араласып келіп алып кетеді құлынды. Сол кезде Кенжебай алтын құйрықты ұстап жұлып алып қалады. Жақсы, келесі сұрақ. Ыбырай Алтынсариннің Атымтай жомарт әңгімесіндегі Атымтайдың жұмыс құлының себебіне жатпайтын қатар дейді. Бұл жерде оқушылар мұқият қарап көрейік. Қымбат дүние көңілге жел кіргізеді, бұл жатады. Еңбексіз адам өмірден жалығады, өзгелерге үлгі болғысы келеді, мынау жатады. Еңбекпен табылған ас бойға сіңеді, бұл да жатады. Яғни В варианты бізде дұрыс жауап болады. Атымтай жомарт қымбат дүниеге жел кіргізеді, қымбат дүние көңілге жел кіргізеді, және өзгелерге үлгі болғысы келеді. Және үшінші себебі, мына еңбекпен табылған ас бойға сіңеді. Төртінші себебі, Құдайға күнәлі болудан қорқады. Ал еңбексіз адам өмірден жалығады дегенді біз ол жерден көре алмаймыз. Сол себепті жатпайтын қатар осы болады. Менің атым Қожа хикаятындағы галифе шалбар киген, аяқтары жіңішке, шашы қақ жарылған кейіпкер Ахметов, мектеп директоры. Османов зоология пәнінің мұғалімі, Қаратай жаңағы анасы Милатқа келіп жүретін адам, Сайбек қарт мектеп күзетшісі. Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасында құлагер қош атым жолдасымай деп тұлпармен қоштасу өлеңі сұрай арнау, жарлай арнау, зарлай арнау, шешендік арнау деген екен. Сын нұсқасын берейін, себебі шешендік өнерде оқушылар зарлай арнау дегеніміз бар. Ол осы көбіне қоштасу, жоқтау,
үлгісінде келеді. Сол себепті өзінің тұлпарынан айырылған ақан, құлагер, қош-қош атым жолдасымай, мен білдім түнесем де тұрмасыңдай деп осы зарлай арнау үлгісінде оған өз сөзін арнайтын еді. Жақсы, келесі сұрақ. Сыр сандық өлеңіндегі сыры бөгелі сандықта ашылатын адам ол адал дос. Бұны білесіңдер деп ойлаймын. Нағыз достар бірақ қалып, шындап берік сүйіскен, бір-біріне сұрақтарып, сыр түйінін түйіскен деп сыр сандықты адал достың ақтаратынын Сәкен Сейфуллин айтып өтеді. Ал Қорқыттың Байбөрі баласы Бамсыбайрақ туралы жырында Қарашардың Қорқытты қылышпен шаба алмай қалуының себебі ол қолының қарысып қалу, Қорқыттан сескенеді, қылышы шаппайды, қылышы мұрт сынады емес, Қорқытты шаппақ болған кезде қолы қарысып қалады деген үзіндіміз бар. Бұл туындыны өздеріңмен бірге талдағанбыз. Дұрыс жауабы А нұсқасы болады. Келесі сұрақ. Үзіндісі негізгі идеясы болатын Абай Құнанбайұлының шығармасы. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең. Ішітар көре алмастың біреуі сен, мұндай кісі келмейді бұл жерге тең деп Ескендір поэмасында күзетші Ескендірге айтады. Әзім әңгімесі ғылым таппай мақтанба, немесе болыс болды мінекей. Бізде дұрыс жауап болмайды. Дұрыс жауап Д нұсқасы. Кеттік. Келесі сұрақ. Сүйінбай мен Қатағанның айтысы өткен жиынға қазақтардың тобын бастап әкелген дейді. Ол Қарасай батыр, Тезек төре, Бөлтірік шешен, Орманхан екен. Осының ішіндегі дұрыс жауабы Тезек төре болады. Жетісу қазақтарын басқарып келген ол Тезек төре деп сипатталады. Енді оқушылар жаңа нұсқаталуды көрген едіңдер. Жеңгелерің ұшаққа мінген болатын. Қазір ұшақтан түскен екен. Қызылордаға жетті. Мен бір амандық хабарын алып қояйын. Бопан, мен нұсқаталуды түсіріп жатырмын. Аман есен жеткенге қуаныштамын. Бұйыртса Қызылордаға үйге аман есен жетіп алыңдар. Ассалаумағалейкум, ереке қалайсыз ба? Нұсқаталуға менің араласу болып кетті ғой жан жақпен. Жақсы, кеттік, арға жалғастырайық. 13-ші сұраққа келдік. Танымбай Нұрмағамбеттің анасын сағынған бала әңгімесінде Есмағамбетке қатты әсер еткен оқиға ол талай жылдан кейінгі туған ауыл ыстық көрінісі, кішкентай Сержанның анасына деген сағынышы, баласын ауылда қалдырған ананың қаттылығы, аға жеңгесінің Сержанға деген қарым-қатынасы. Осы жерде оқушылар мына кішкентай Сержанның анасына деген сағынышы дегенді көріп тұрсыңдар, Енді қараңдаршы А нұсқасына. Талай жылдан кейінгі ауылдың ыстық көрінісі деген жаңа біздің нұсқаталуымызда болды, Абай осы ауылдың ыстық көрінісін сағынып келді ғой. Бірақ Есмағамбетке әсер еткен ол Сержанның сағынышы деп аламыз. Жаңа Бопанды уайымдап отырмын, жақсы болды, аман есен жеттік деген кезде көңілім орнына түсті. Ал жақсы. Келесі сұрақ. Асан қайғы ат ерін алмайтын жер екен, бауырында тұзы бар екен, тұзы ауыр екен. Біртүнеп кетемін деген адам бір жұма тоқтап қалады екен. Бұл жерге жайылмай қой семірмес деп өзіне жайлап өткен ол Баянауыл, оқушылар. Қарсақбайға тауының асты жез екен, айналған жапан түз екен дейді. Жұртың ашықпас дейді, аспарға көршіңмен тату болып жетісуға әр бұтағың жеміс екен дейді. Жақсы, жаңағы Баянауылды белгілейміз. Келесі сұрақ. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында Құнанбайдың үстінен жазылған бөжейдің арызын тоқтатып, екі жақты татуластыру үшін барын салған адам ол Алшынбай, Құнанбайдың құдасы, Қазыбек бидің ұрпағы деп алсақ болады. Және Ділдәннің атасы, Абайдың жары болатын болашақта. Осы Алшынбай Құнанбай мен бөжейдің арасын жақындату үшін, татуластыру үшін балта деген ақынды алып келеді. Балта ақын ол жерде отырып, тату болсаң ағайын сонау әйел балаға сүйінші айтар хабаршың деп балта ақын жақсы сөздерді айтады. Сөйтіп біздің Құнанбайдың қызы Кәмшатты бөжейге береді. Сөйтіп кейіннен өкінішке орай Шытырманда тарауында біздің Кәмшат қаза болады, оның артынан бөжейде қаза болады. Жақсы, кеттік, арға жалғастырайық. Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек поэмасындағы аңға шыққан кебектің серігі қыран бүркіт, асау тұлпар, бүркіт, жүйрігіт, жүйрігейт, құмай тазы. Жақсы, бүгін жаңылмайтын жақ дегеннің нағыз нұсқасы болып отырмыз. Болмайды дегеннің. Жақсы, қыран бүркіт, бізде кебек осы қыран бүркітпен аңға шығады, түлкі алады, сөйтіп түлкі алып жүріп Ақборонда адасады. Хақан өзенінің аяғында мекен еткен Қара жартастың түбіндегі Еңліктің үйіне адасып солай келетін оқиғасын біз өздерімен бірге Еңлік кебек поэмасын өткенде талдаған болатынбыз. Жақсы, келесі сұрақ.
Жүніс Сақиевтің айдағы жасырынбақ әңгімесінің шешімі. Мергеннің әкесінің сөзі. Айдағы оқиғаны баяндау. Жазғы демалыстан оралу. Айда жасырынбақ ойнау. Дұрыс жауабы шешімі Мергеннің әкесі Ертілестің сөзі болады. Ол енді анау жеріміздегі гидросферамыз, атмосферамыз, биосферамыздың табиғатын сақтайық, тазалайық, оны сендер құрдастарыңа жеткізіңдер деп айтатын сөзімен туынды аяқталады. Ал айдағы оқиғаны жазғы демалыстан оралу ол туындының басталуы, айдағы оқиғаны баяндау туындының байланысуы. Ал айдағы жасырынбақ ойнау туындының біз даму деп алсақ болады. Ал екі жаңағыдай достың бір-бірін жоғалтып алуы туындының шиеленісу болса, екеуінің айдағы жасырынбақты аяқтауы ол шарықтау шегі, ал ең соңғы шешімі мінекей Мерген әкесінің сөзі болады. Жақсы, келесі сұрағымыз 18-ші сұрақ. Мұхтар Мағауиннің Шахан-шер романындағы мейірімсіз қосаяқ Шақанның өзі. Бұны енді талай нұсқада тапсырдық, қателеспейсіңдер деп ойлаймын. Жүсіпбек Аймауыттың Ақбілек романында азынаулақ орыстың тілін үйрендім. Орыспен араласып орыс тілін үйренген соң кеудеме нам піскендей. Өзім әлдеқандай көріндім. Өзім бір тұрған заңмын, орыспен де қазақпен де сөйлесе кетем. Елде жүрсем де қалаға барсам да өлмейтін тәріздімін деп өз-өзіне көңілі толған кейіпкер. Бұл Мұқаш, иә? Мұқашты білесіңдер, әкем тойбазар өзім Мұқаш болғалы ауым атқа, аузым асқа жарған емес. Сосын жады еш жиғалы тадан келетін бір кісі айтты, жарайды, Шаманбайдың қойын бағат, Бәдіғұлдың жылқысын бағат. Сөйтіп жүріп, жаңағыдай бір кісінің қозысын да бағат. Сосын барып, жаңа пароходқа жұмысқа тұрып, қала, Семей, Өскемен, Зайсан секілді қалаларды көріп, мінекей орыс тілін үйренген жері берілген екен бізге. Жақсы. Кеттік, ары жалғастырайық. Манас жыры туралы айтылған пікірдің иесі. Жалпы Манас жыры жайлы айтылған пікір дейтін болса, бірден Шоқан Уәлихановты белгілей берсеңдер болады оқушылар. Жалпы Манас жыры деген сұраққа көбіне дұрыс жауап Шоқан болады. Неге? Себебі Ыстықкөл сапарына барған кезде Манас жырын жазып алған Шоқан. Манас жырына байланысты жыр айтқан, ол да Шоқан. Жырны пікірдің өзін оқып көрсек болады. Қырғыз халқының батырлар жыры біреу ғана, ол Манас. Бұл өте көлемді жыр, өзі бір энциклопедия. Қазақ халқының мифтері, қырғыз халқының мифтері, ертегілері, аңыз әңгімелері бәрі осы Манас дастанында. Мұнда қырғыз халқының тұрмыс салты, әдет ғұрпы, мінез құлқы, ауруға істейтін емі, халықаралық қарым-қатынасы бәрі бар. Бұл дала халқының Илиадасы деген Шоқан Уәлиханов екен. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздар арадан баласын. Абай өлеңінен алынған үзіндіде көтерілген мәселе. Халқын ұйқыдан ояту керектігін ашық айтады. Бұл енді Оян қазақ Міржақып Дулатұлынікі деп алсақ болады. Адам қоғам үшін қажетті іс еңбек екенін айтады. Сөз өнерін, ақындықты ерекше бағалап айтады. Сөз өнерін, ақындықты мысалға біз бағалап айтатын өлең сөздің патшасы сөз тарасы өлеңнен көре аламыз, иә? Сол себепті бұл бізде сегіз аяқ туындысынан болғандықтан өлең сөздің патшасы сөз тарасы С нұсқасы болады. Ал Д нұсқасы елден бірлік кеткен парақорлықты айтады. Парақорлық бізде көбіне болыс болды мінекей айтылады. Сол себепті В нұсқасын береміз, иә? Жұмысы жоқтық, ол еріншектік деген дүниені береді. Аздарар деген яғни адамға еңбек керек екендігі В нұсқасында берілген екен. Жақсы, келесі сұрақ. Төлен Әбдіковтің Қонақтар әңгімесінде кейіпкерлер қатары Мерген шал Серік Жамал. Жамал бізде бақытсыз Жамал, ол жерде Жамал деген кейіпкер жоқ. Мерген шал, бұлардың барлығы не ғой? Жалутындағы бала. Келдібай ағай, Ертай би секілді Тәмшіқара, Садық, Бапай шал Аян Жусанисі, Сапабек Ерғабыл шал Жеңіс, үшеуі берілген. Ерғабыл атасы, Сапабек оның баласы, Жеңіс немересі. Қонақтар әңгімесіне кейіпкерлер дұрыс жауабы Д варианты болады. Келесі. Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасында қолданылған кейіптеу дейді. Қомағай қара топырақ бүлкіл қағып, асығып екі жастың қаны ішті мен бірден белгілей берсем болады. Себебі бұл былтырғы жылғы ұбыт сұрағы, кейіптеу тура осылай келген. Енді майданда жолбарыстай жалғыз ойнап деген бізде теңеу, сан қолға аш бөрідей дегенде теңеу, кірмеп бет деген риторикалық сұрақ. Аш бөрі деп отырғанымыз бізде эпитет бола алады. Сол сұлу екен атқан таңдай бір соған бар сұлулық жиылғандай деп отырғанымыз жай қайталау бар мына жерде. Одан кейін барып теңеу бар таңдай деп отырғанымыз. Арғарай құшақтап екі жасты күңірендер көзінен ыстық жасты сорғалатып ыстық жас деп отырғанымыз бізде эпитет бола алады. Осымен дұрыс жауабы А деп белгілейміз. Жақсы, себебі кейіптеу А нұсқасында кездескен. Келесі сұрақ. Сансызбай Сарғасқаевтың Тәмшіқара повесінен алынған үзіндіде ауылға келген жаңалық. Мынау оқушылар өткен нұсқада кездесті. Бірден белгілеп кете берейік. Радио, дұрыс жауабы радио болады.
Келесі сұрағымыз: айналайын Ақжайық толғауының идеясы замандастарын еске алу, туған жер табиғатын суреттеу, елдікке бірлікке шақыру, еркіндікті өткендікті аңсау. Енді оқушылар, елдікке бірлікке шақыруды мысалға біз балаларыма өсиет қылмаңыздар кепет, бірлігіңнен айырылма, бірлікте бар қасиет деген Ақтанбердінің толғауын мысал келтірсек болады. Бірақ айналайын Ақжайық ел ат салмай өтер күн қайда деген жерде ол еркіндікті аңсайды. Бұны біз толғауды өткен кезде түсіндіргенбіз, естерінде болса, ол қалай аңсайды? Себебі Ақжайық дегеніміз үлкен өзен, оған ат салмай өту деп отырғанымыз ол бейбіт кезеңде үлкен көшпен, түйемен, арнайы құралдармен өту. Ал ат салып өту деп отырғанымыз ол жаугершілік, жорық заманында жау шапты деген кезде үлкен Жайық өзеніне қорықпай атпен бірге күмп беріп, кейде тіпті батырларымыздың, боздақтарымыздың сол өзеннен ажал құшқан оқиғасында бізге Доспамбет жырау мысал ретінде келтіреді. Сол себепті ат салмай өтер күн қайда деген еркіндікті аңсау деп келеді. Ал жақсы, келесі біздің 15 сұрағымыз қалды оқушылар. Контекстке бізге тағы да Абай жолы келген екен. Бұл жақсы. Бөжей Абай күйін жақсы таныған сияқты еді дейді. Яғни Бөжейдің тірі кезі екен. Байыптап қарап алып, балам жөніңді айтшы, бізді көрсең сәлем бер деп әкең айтып бет, жоқ өздігіңмен істедің бе деген бізде. Жолда тарауы Қарқарада Абай Бөжейді, Байсалды, Байдалыны көріп, үш бұны көріп, ассалаумағалейкум деп амандасады. Сол кезде жаңағы Бөжей риза болып, әкең айтты ма әлде өзің істедің бе дейді. Сонда Бөжеке әкем емес, өзім беріп тұрған сәлемім сізге дейді Абай. Ары қарай давайте бір сұрағымызды оқып алайық. Үзінді соңындағы бала Абайдың көңілге дейді. Біз үзінді соңындағы өзін өзі қайрады, өзін өзі таңғалды, өзін өзі ырза болды, өзін өзі жек көрді деген екен. Енді үзінді соңын оқисақ болады, бірақ жарайды басынан соңына дейін оқи салайық. Абай болса күндізгі өзін көңілдендірген күйін ұмытпаған болатын. Қарқаралының кейбір көше қазағы естіген татулық жайын Бөжей, Байсалдар әлі естіген жоқты. Жаңа кешке жақын ғана Алшынбай бұл үшеуіне кісі жіберіп өз пәтеріне асқа шақырған екен. Не сөз барын білмесе де соған аттанып бара жатқан бет осы еді. Абай жауабын естіген соң Бөжей ықыласпен қарай түсіп жақындады да: әкең айтпай өзің берілген болсаң батамды берейін, көзіңнен жақсы жанар көрдім ғой шырағым деді. Байсал бұл сөзді де жақтырмай сырт қарай беріп еді. Бөжей оның қозғалысын танып: ей Байсал, сен бата бермегенмен мынау болайын деп тұрған бала ғой деді де Абайға бұрылып: ендігінің жүгі сенде қалар балам, жолың болсын, жалғыз-ақ өзгені берсе де әкеңнің қаттылығын бермесін деп бетін сипады. Абай да Бөжейге қадала қарап тұрған қалпында бата қылып бетін сипап еді. Аттылар жүріп кетті. Байдалы бағанадан үндемеген еді. Енді ғана Бөжейге қарап: екі көз сексеуілдің шоғындай жайнап тұр екен өзінің деді. Абай тұрып барып қана қозғалды. Шын ба, шын айтты ма, жоқ әлде Байсалдың қаттылық, аямастық мінезі балаға ауыр тимесін деп жаны ашығаннан айтты ма? Бөжей немәнмен мұндай жақсы бата берді. Ойда жоқтан оп-оңайдан осындай таудай үлкен сый бола ма? Мырзалық па, жоқ әлде Абайды аз білсе де тез танығаны ма? Үлкендер көреген танығыш сыншы ғой, шынымен-ақ танып айтқаны ма? Олай болса Абай жаман кісі емес, жақсы кісі болмақ қой. Бұл жайды ойлаған сайын балалық өзімшілігі қатты ырза болды. Абайдың іші алағызыл бір түрлі қуана серпіліп, тез-тез құлаш сермегісі келгендей. Өзіне өзі ырза болды деген нұсқан берілейміз. Дұрыс жауабы. Келесі сұрағымыз: Абайға кездескен үлкендер қайда бара жатыр еді? Жаңа айттық, Алшынбайдың пәтеріне, Алшынбай өз пәтеріне оларды асқа шақырды, сол жаққа бара жатты. Келесі сұрағымыз: берілген үзіндідегі ойға сәйкес мақал: болар елдің баласын сәнінен емес сәлемінен таны. А варианты дұрыс жауапқа келіп тұр. Бала болсаң болғандай бол, ағайынға қорғандай бол. Баланы жақсылыққа жанастыр, жамандықтан адастыр, атадан бала мойнынан жаға озбайды дейді. Бізде А нұсқасы дұрыс жауап болды оқушылар. Сәнінен емес сәлемінен таны деп Абайды сәлемінен таныды Бөжейлер. Келесі: Абаймен тілдескенін жақтырмаған Байсалға Бөжейдің айтқан сөзінен нені аңғаруға болады? Абайдың болашағынан үміт күтетіндігін, Абайдың әкесіне ұқсамауын қалағандығын, Құнанбаймен татуласуды ойлағандығын, Байсалдың әрекетін жуып шайғандығын. Енді А мен В вариантының арасында таңдаймыз деп ойлаймын. Және дұрыс сұрағы Абайдың болашағынан үміт күтетіндігі, себебі бұл болайын деп тұрған бала ғой деп айтты. Және көзіңнен жақсы шырай көрдім ғой деп айтты. Енді болашақ сенің қолыңда дегендей мысал келтірді. Және әкесіне ұқсамауын дегенде неге ойлаймын? Себебі әкеңнің қаттылығын бермесін деп айтты. Әкеңнің басқа дүниесін берсе де қаттылығын деп тек қана бір мінезін алды. Сол себепті бұл толыққанды дұрыс жауап болмайды деп есептейміз. Кеттік келесі сұраққа өтейік. Мәтін мазмұны бойынша Абай үшін таудай үлкен сый. Бөжейдің Абайға арнап Байсалға бата бергізу емес. Байсал бата берген жоқ. Елге сыйлы екі адамға жолығып тілдесу емес.
Бөжейдің жыл шырайы мен берген батасы, себебі бөжей жыл шыраймен бата берді, соған абай үшін ол үлкен таудай сый болып көрінді. Және бөжейдің әкесі туралы айтқан шынайы бағасы. Жоқ, С варианты бізде дұрыс жауап болады. Жақсы, кеттік ары жалғастырайық. Қажығали Мұхамбетқалиұлының Таргезең романы бойынша сәйкестіктерді анықтау керек. Отарлау саясатын жүргізген елдің билеушісі бұл Екатерина екінші патшайым оқушылар. Отарлық езгіге қарсы шыққан көтеріліс көсемі Сырымдатұлы. Енді Таргезең туындысында оқушылар әйел патшайым деп айтылады. Сол себепті біз Александр екіншіні айтпаймыз. Әрине Александр екінші осыған жақын уақытта өмір сүрді, бірақ ол шамамен қай кездерде өмір сүрді айтамыз ба? Александр екінші 1867-68 жылдары реформаны жасаған. Енді оқушылар былай қарасаңдар, ол 1800 жылдар ғой. Ал бұл жерде Сырымның жасаған көтерілісі ол 1783-97 жылдар аралығында болды. Сол себепті біз Екатерина екіншіні белгілейміз. Туындының өзінде де Екатерина деп айтылады. Жақсы, кеттік арға жалғастырайық. Прописка әңгімесіндегі бас кейіпкердің жүрген жолын елді мекен аттарымен сәйкестендіру керек. Жетуге асыққан жері Арқаттың ол Күршім, сары автобусқа отырған жері Өскемен. Жалпы Өскемен, одан кейін Ұлан, одан кейін Самар, Самардан кейін Ертіс, Ертістен кейін Күршім. Мінекей олардың жалпы жүріп өтетін жолдары осылай болатын. Өскеменнен шығып Күршімге жету болатын. Бірақ өкінішке орай ол Күршімге жете алмады туындының соңында. Өскеменнен шықты, одан асуынан асты, Самарға жетті, Самардан кейін Ертіске барды. Ертістің мұзы еріп жатқандықтан ол ары қарай үстінен өтіп Күршімге жете алмады. Жақсы, келесі сұрағымыз. Әпке пьесасындағы директор мен кейіпкерлер сәйкестендіру керек. Әпкесін ренжіткен ағасы мен жеңгесін үйден қуып шыққан ол Нәзила, білесіңдер, Тимур мен Камиланы үйде жаңағыдай день хорошего настроения деп қатты музыка қойып, ән қойып, билеп жатқан жерінен ол қуып шығады. Құрбысына оның ағасын ұнататынын мойындайтын ол бізде Гаухар оқушылар. Білесіңдер, Гаухар Омарға тұрмысқа шығады, яғни Нәзиланың ағасына. Сол кезде Гаухар өзінің Омарды ұнататынын Нәзилаға айтатын еді. Жақсы, келесі сұрағымыз. Бектордың қазынасы шығармасындағы кейіпкерлер мен сипаттарын сәйкестендіру керек. Қайырболды Намазбек бізде ресторанда даяшы, Сағындық Тілеш бізде тележурналист, редактор. Ал енді ресторанның директоры болатын Сәрсен, ломбардта сарапшы бізде Аристарх Никонорович. Ресторанның директоры Болат Сәрсен, жаңағы Сағындық депін Қайырболды байыған кезде. Жақсы. Кеттік, біздің сәйкестендіру сұрақтарымыз аяқталды. Енді көп жауап сұрақтарға келдік. 22 минутта 34 сұрақты талатсан екенбіз. Оқушылар енді бұл өте жылдам болуы мүмкін. Бірақ оқушылар, мен тек қана қазір талдауға көңіл бөліп жатырмын. Егер өзіміз талдап жауап беріп көргіміз келеді дейтін болсаңдар, міндетті түрде кез келген сұрақта әлі 13 нұсқа талдау жасаймыз. Бұдан бөлек сұрақты тоқтатып қойып, өздерің жауап беріп, сөйтіп жасасаңдар болады. Әрине паузаға қоюға болады, ондай мүмкіндіктерің бар. Және оқушылар бір жағынан сендерге нұсқа талдау мысалға 20 минут, 30 минут болып тұрса, 35 минут болып тұрса, көріп тастаған ыңғайлы ғой. Мида кішкене жалқауланбайды да, сол кезде мына 30 минут деген жылдам көріп тастай салайын деген мотивациямен кәдімгідей жақсы талдап кетеді, көріп кетеді. Сол себепті осылай жасауды жөн көріп жатырмын оқушылар. Комментке ұсыныстарың болып жатса жазып кетсеңдер, мен оқып алдағы уақытта ұсыныстарыңды ескеремін, жарай ма? Ал жақсы, келесі сұрақ. Дабыл әңгімесіндегі іс-әрекеттердің иелерімен сәйкестендіру керек. Жарық ғаламшарының тұрғындарынан хабарламаны алған ол Балбек Ерқуатұлы, сөйтіп оларға тіпті жауап жазады. Ал кит шоқжұлдызынан келген аспан адамдармен кездесіп қалып тілдескен ол Төлен, Төлен тілдеседі кәдімгідей, оқи да білемін, жаза да білемін деп Төлен сөйлеседі олармен. Бұл жерді біз дабыл туындысында өздерімен бірге талдағанбыз, ешқандай қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Келесі, прописка әңгімесінің бас кейіпкері Арқаттың ауылға жол тарту себебі, немесе себептері. Ол жаңа ғана келді бізге, Күршімге бару себебі ол ауылда қалу емес, әскерге аттану емес, әскерден келіп қойған. 500 сом табу, әскери билетін алу, пропискаға отыру, қыдырып қайту. Енді оқушылар ол жерде оның екі мәселесі бар. Біріншісі пропискаға отыру, екіншісі 500 сом табу. Осы екі мәселесін шешуге барады. Сол себепті оқушылар С және Е варианттарын белгілейді екенбіз. Жақсы, келесі сұрағымыз. Қасым Аманжоловтың өміріне қатысы бар нұсқалар дейді. Мәселен бізге бір ерекше сұрақ келіп тұр оқушылар. Неге себебі? Байқасаңдар бізде қаңтар, наурыз ұғытта ешқандай өмір баянға байланысты сұрақтар келген жоқ. Мына жерде бізге өмір баянға байланысты сұрақ келіп тұр. Ал керек болса жақсы талдап көрейік.
тәуелсіз қазақстан халық қаһарманы атағы беріледі. Тәуелсіз қазақстан деген жоқ, Қасым Аманжолов тәуелсіз қазақстанға дейін қаза болып кетті. Жақсы. Ұлы Отан соғысына басынан аяғына дейін қатысады. Бұл дұрыс. Қасым Аманжолов Ұлы Отан соғысына басынан аяғына дейін қатысқан. Ұлы Отан соғысы кезінде партизан отрядын басқармайды, ол Қасым Қайсенов партизан отрядын басқарған. Жастай жетім қалып семейдегі интернатта тәрбиеленді. Осыны оқушылар 11-ші сыныпта берілген өмірбаян оқып көрсеңдер, сол жерде осы нәрсе айтылған. Жастай жетім қалып семейдегі интернатта тәрбиеленді ол. Тұңғыш жинағы Бақыт деген атпен жарияланады. Оны 66 жылы, тұңғыш жинағы 38 жылы Өмір сыры деген атпен жарияланады оқушылар. Ол 66 жылы жазып бастаған жоқ, ол соғысқа дейін 38 жылы Өмір сыры деген атпен өзінің тұңғыш жинағын жариялаған болатын. Жақсы, бұндай сұрақ енді ұбытта келмесін деп тілейміз. Келмейді негізі, себебі биыл өздерің көрдіңдер, қаңтар наурыз ұбытларда ешқандай өмірбаянға байланысты сұрақ болған жоқ. Бірақ мынау ақылы нұсқада не себепті жүрген мен өзім де қатты түсінбедім. Жарайды, ештеңе етпес. Келесі сұрақ қойамыз. Жусани шығармасындағы аян айтқан ертегілердің кейіпкерлері Көкөгіз, Тазша бала, Ақбозат, Жетім бала, Жалғыз көзді дәу, Қотыртай. Осы үшеуі дұрыс жауап болады, білесіңдер, жетім бала өзінің қотыртайымен үлкен таудың үстінен ұшып өтеді. Сол кезде түнде ұшамыз дейді, себебі күндіз ұшатын болсақ, қанатымыз күнге күйіп қалады дейді. Сөйтіп, жаңа жалғыз көзді дәудің мекеніне баратын еді. Жақсы, 39-шы сұрақ. Нарынқұм Зауыл поэмасына трагедиялық образдар. Бұл сұрақ біраз келді оқушылар. Бұны айттық, тек қана бір жауап болады бұл жерде. Махамбет қана болады. Сендер жаңа шомбал жігіт, жігіттің анасы, жігіттің әкесі трагедиялық образ деп жүрмеңдер. Бұл жерде тек қана Махамбет трагедиялық образ деп дұрыс жауап ретінде белгіленеді, егер обытта келетін болса. Есімізге сақтап қалайық. Келесі сұрақ. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңінде ақынның үлгі бермек болған жастарға сипаты. Көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тас ұрықпас талап тұғыр, көңілінің көз ашық сергек үшін деп талаптыларды да айтады. Сол себепті көкірегі сезімді тіл орамды талапты деген нұсқаларды белгілейді екенбіз. Ал оқушылар, біз 40 сұрақтың барлығын жауап бердік. Менің ішім әдеттегідей бір түрлі болып тұр. Жаңа нұсқаны талдадық қазір. Жаңаша сұрақтар келді. Қате кеткен жерімізде болды ма екен деген ой бар. Және оқушылар, сендерге айтқым келетін дүние. Қате кеткен болсақ сөкпейік. Себебі жаңылмайтын жақ сүрінбейтін жақ болады. Өзім айтқандай, мен енді бұл нұсқа талдау қалай болса да YouTube-қа жүктегелі отырмын. Ал олай болса, бисмилля. Біз қазір жаманша осы сәтті қатты ұнатпаймыншы негізі. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Біз дәл қазір оқушылар өзіміздің жаңа нұсқамызды аяқтадық, және әдеттегідей 50-ден 50 балл алдық. Жаңаша сұрақтарды жаңаша талдадық деп ойлаймын. Барынша интенсивті түрде талдауға тырыстым. Егер осы формат ұнайтын болса, осы формат ұнайды деп комментке жаза кетейік. Және бұл нұсқа талдауды көріп отырған өзге де оқушыларға айтарым, егер осылай әдебиеттен жоғары балл алғыларың келсе, ұбытының сұрақтарын осылай шашып тастағыларың келсе, Ілімқазы сендерді күтеміз. Instagram парақшамызға кіріп, сол жерден WhatsApp сілтеме арқылы курсқа тіркеліп алсаңдар болады. Бізде әрдайым жаңа ағымдар, әрдайым сендерге берілетін жаңа бағдарламалар бар. Кез келген уақытта біздің менеджерлерімізге жазып, курсқа тіркеле аласыңдар, және кез келген уақытта бізбен бірге ұбытға дайындала аласыңдар. Тіпті 2027, 28 немесе болашақ түлектер болсаңдар да, 2026 түлегі болсаңдар да. Ал олай болса, оқушылар, аман саулықта, келесі нұсқа талдауларда жолыққанша барлығымды жақсы көрем. Сендермен бірге болған Ілімқаз және әдебиет пәнінің мұғалімі Нұрмұхамед ағай.